Так, енді біз телефондағы индикаторларды қосып, индикаторлармен қалай жұмыс жасайтынымызды айтамыз. Ең жақсы көмектесетін ол мына жерде менде RCI деген индикатор. Индикаторды қосу үшін мына F деген кнопкаға барамыз да, осы жерде сіздерде пустой болып тұруы мүмкін. Мынаның бәрі пустой болып тұруы мүмкін. Осыған плюс дегенді басасыздар да, плюс дегенді басып, и осы жерде RCI мінеке Relative Strange Index деген осыны басасыздар. Осыны басқаннан кейін мына период 14 болып қала береді, применить close болып қала береді. Енді мына уровни деген жерге барып, дәл менікіндей мына жерге strong buy 30, sell зона 70, strong buy 20, sell зона 80, восклицательный знак 50, риск 77-62, риск 24-62. Және стиль деген жерге барып, жіңішкесіне қойып, осы көкті басасыздар. Содан кейін готово дейсіздер да. Енді мына жерде көкті таңдайсыздар. Мына стиль готованы басқаннан кейін стильде көк. Мынау сіздер жуан болып тұратын болса, оны ең төменгісіне қоясыз. Сонда сізде менікіндей индикаторлар шығады. Мінекей мен екеуі қосылып кетті, біреуін өшірейін. Менікіндей индикаторлар шығады. Мінекей RCI. Енді мынау астындағы мынау индикаторымыз дегеніміз жаңағы стохастический осциллятор секілді. Бұл да осындай нәрсені береді. Яғни біздің бағамыздың, қараңыздар, қай жақта қазір жүргенін көрсетеді. Мысалы, 50-дің асты жүрсе, бұл бізде sell, яғни баға бізде төменде жүр деген сөз, өте төменде. Мынау примерно strong buy деп тұр ғой, гарантированный buy деген сөз. Егер мына жерге келетін болса, 20-ның тұсына келетін болса, біз гарантированный лонгқа қарай позиция ашсақ болады. 24-ге кейінде ашсақ болады. 30 уже buy зонаға кірді деген сөз да. То есть мына жерден біз байға қарай сделка ашсақ болады. А керісінше sell 80-ге келген кезде, мына жерден қазір ашып көрсетейін. 80-ге келген кезде, 80-ге келген кезде strong sell, strong sell дейміз, гарантированный былай қарай құлататын зона. Риск 77-62 тоже sell қалуға болады, sell зонадан sell қалуға болады. Именно восклицательный знак тұрған 50 деген жерден, ол жерде, мысалы, данный момент қазір ол 50-ге кеп тұр ғой, 30 минуттық таймфрейм бойынша, мен ол жерден ешқандай сделкаға кірмеймін. То есть бағаның алдағы уақытта қай жаққа баратынын көрсетіп тұр. Мысалы, қараңыздар, мына жақтағы уақыттарды да қарайық. Мына жерде, мысалы, ең жоғарыда тұрған селға алған, яғни мына жаққа дейін ол келіп құлаған. Мына көтерілсе, мына жерге дейін көтерілген, сіздің мына жерде без убыткаңыз мына жерде қалады. Ол келгенде мына жаққа дейін құлап берген бізде. Одан кейін барып бізде қаншама күн бойы бүйтіп рейндж, содан кейін ғана байға көтерілгенде, одан кейін қайтадан сел болып тұр, мінекей. Енді примерно бұл осылай жұмыс жасайды. Бұл бізде RCI деген жалпы индикатордың атауы. Оның қосылғаны сіздер мінекей Relative Strange Index па, осылай аталып мына жерде тұрады. Мінекей.